Ой жаным, өркенің өссін құлыным. Ой апа, балаңыз дәрігер болам дейді ғой, сізді емдеп жазам дейді. Иә. Апамның аяқ қолдарын емдеп жазасын ба, бейбарыс? Жарайсың балам, талабыңа нұр жаусын құлыным. Иә, құлыным, дәрігер боласың сен де ағаларың сияқты. Алақай, мен өскенде дәрігер боламын. О, жарығың сол. Дәрігер боласың сен. Келін, шайыңды әкел. Қазір апа, қазір. Апамна аяқ киімін шырқын қашып бетін түгене қояйын, қазір шаруалармен кетем ғой. Жарайды құлыным, түге ғой. Шай не болып кетті? Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Мынау кәрі анам, шешең, сәби інің саған аманат. Сен де ер жеттің ғой балам. Мен соғысқа барып келгенше саған осылар аманат. Қош болыңдар туған жерім, қош бол ауылым, қош бол анам. Құлыным-ау, құлыным, келін-ау, торпағын салып бер. Ауылдың торпағын салып бер, келінім. Торпағын сіңген ғой. Кебін киген өледі, кебіне киген келеді. Жолың болсын, келіспен орал. Қош болыңдар. Балам саған аманат осы үй. Қош бол. Кел құлыным, кел мұнда, келем ғой құлыным. Сонау соғыс жылдары қан майданда ауыл елдің ұлдары жараланып келе жатыр кезекпен беріспестен белін буысындағы. Маликана түйіншегін қолға алып, әртүрлі ойдың түкпегінен толғанып, ерте тұрып кеш жатағы егістен осы еді іс майдангерді қолдатқан. Бүгінде ана құлып салып есікке, кетіп қалды күнде бәлет кәсіпке, үйде қалды дәрттен жалғыз қаршадай, келеді ол төсекке. Отыр дәрттен әліппесін ежелеп, келіп қалар апа менді келердеп, терезеден хат тастады пошташы. Нендей хабар келді екен деп керемет, дәрттен хаттың өңіле қарап ішіне, ұқсап бейне хат танитын кісіге, батыр деген сөзді әлем таниды, басқа сөзін қайдан қойсын түсіне.
келді де ана енді міне қасында хаттың қарап аяғына басына батыр деген сөзді дәптен ежелеп оқып берді анасына асыға. Тәйт деді ана, дүр ете қап жүрегі, әуелден ақ қорқу өледі жүрегі. Тәйт деді де қоя берді еңіреп. Батырларым-ау, бала батырлардың қатарда қосылды деген, осы құрсын соғыс деген. Күннен күнге жабырқаулы жанары, жүрек ана болды ма одан хабары, қайта хатқа қарағысы келмеді, сөйтті де оны туғандай қып-қаралы. Тағар сызып іштен жұтып тұрдана, қайғы жұтып неше күндей жүрдана, хатты ешкімге көрсетпестен мазасыз жылай берді қинала. Батырлықпен өлген ұлы қаза боп, азар тұтып жүргені рас ана көп, қиындықсыз келмес батыр қаза боп, Дәркембай ана жүреді енді мектепке. Бұл қасірет кетпетпе, отыр кеспетте, болмақ болып қаліненді осы үйдің мұғалім қыз келген солай мектептен. Ана алынған хатты оқып күлімге. Ой, апам, той жасайтын күн, батыр атағын алыпты сіздің ұлыңыз. Ой, күнім-ау, соғыс бітті ма? Бітті. Соғыс бітті. Қарағармау, соғыс бітті ғой, соғыс. Елеңдеп ол жүрген ана елеңдей, солай ма деп ұшып тұрды бірденде, қуанғаннан тоқтамай тайғалынып, шүкіршілік бұған енді дегендей. Соғысқа елеңдерді алмады, қанша жанды жазықсыздан қанша жанды жалмаса да, бірақ оның орындалмады арманы. Жеңіс, жетті хабар таңада, таңмен бірге арайлым нұр тарата. Жетті хабар май гүлінің иісі боп, жетті хабар әлемді жау қырғаса. Сүйінші деп айқай берді балара, сүйінші деп зыр жүгірген анада. Құтты болсын дескен жұрт, елі көгіне 4 жыл сөнген көмкен болып. Талай қыршын өтті ғой жастай жарып, оңайма әз қалдырған жат жерде. Талай жандар мүгедек болып елге оралды. Аман келген олжаның шаңырағы, дүрліктірді-ау дәстүрге кетті айналып. Құлыным, жеңіспен оралдың ба құлыным? Әлең жеттім апау, әлең жеттім. Сізді сағындым, соғыста небір қан майданды көрдім әже. Апау, Құлыным, аман келгенің жақсы болды ғой, қара қат жерім қанша болды, қой бәр енді шығамаңдар. Жеңіс туы желбіреді. Ана, біз жарық соғысты тоқтатып келдік. Ана, немістерді өзінің есіне жеріне жібердік. Апа,